Hello friends, welcome back to my channel. I'm glad you're here today. Let's begin our lesson. Are you ready? Me too. Let's start. Сәлем достар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Алдыңғы сабақта M әріпін өткен болатынбыз. The letters are hiding. Can you find the uppercase and the lowercase letter N? Әріптер жасырынып қалыпты. N әріпінің үлкен және кіші әріптерін көріп тұрсыздар ма? Яғни бас әріпін және кіші әріпін. Таптыңыздар ма? Керемет, great job. Then today we are learning all about the letter N. Ендеше бүгін N әріпін өтетін боламыз. This is a capital N and this is a lowercase n. Бұл N әріпінің үлкен әріпі және кішкентай әріпі. N makes a sound N әріпі деп дыбысталады, деп оқылады. Let's learn some words that start with the letter N. N әріпінен келетін бірнеше сөздерді үйренейік. Nose. Nose. Мұрын. Everyone, touch your nose. Nest. Look, it's a bird's nest. Nest. Nail. 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 And I have 20 nails. I have 10 fingernails and 10 toenails. And everyone, show me your nails. Great job. I think it's night time. Түнгі уақыт болған сияқты. Night starts with the letter N too. Түн яғни night сөзі де N әріпінен басталады. Night, night. Do you know something starts with the letter N? N әріпінен басталатын тағы қандай сөздер білесіздер? Name. Есім. Есім яғни name сөзі де N әріпінен басталады. My name is Nora. Менің есімім Nora. What's your name? Сенің есімің кім? Nice. Do you know what it is? Бұның не екенін білесіз бе? Necktie. Галстук. This is my daddy's necktie. Бұл менің әкемнің галстугі. My daddy has a lot of neckties. Әкемнің бірнеше галстуктері бар. Can you help me count them? Оларды санауға көмектесесіз бе? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 neckties. 9 галстук. 9 яғни 9 сөзі де N әріпінен басталады. Between 8 and 10 is 9. 8 мен 10-ның аралығындағы сан 9 саны. 9 is an odd number. Және 9 тақ сан. Okay. Let's review. Қане қайталайық. N әріпіне келетін қандай сөздерді үйрендік? Nose. Мұрын. Nest. Ұя. Nail. Тырнақ. Night. Түн. Name. Есім. Necktie. Галстук. 9. 9. Шатта баламыз оқушылар. Сонымен сабақ түсінікті болды деп үміттенемін. Үй тапсырмасына N әріпі деп дыбысталады, деп оқылады. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. N әріпін менімен бірге үйренгендеріңізге рахмет. Келесі сабақта Алла қаласа әу әріпін үйренетін боламыз. Және де достар, мен өзімнің каналымда оқушыларға ағылшын тілінің оқылу ережелерін үйрететін боламын. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Келесі сабаққа дейін, бай-бай.